Қайырлы күн. Мен Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Теректі ауылы номер 30 мектептің биология пәні мұғалімі Мизамбаева Күлнаш Узакбаевна. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 10 сыныптың бөліп шығару бөлімі. Тақырып созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, диализ және бүйрек трансплантациясы. Сабақтың мақсаты адам денесіндегі қан мен басқа сұйықтықтарды жасанды тазарту әдістерін анықтау және созылмалы бүйрек жетіспеушілігін сипаттау. Бүйрек трансплантациясы мен диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау. Оқу мақсаты диализ және бүйрек трансплантациясының механизмін түсіндіру. Бүйрек жетіспеушілігі организмнен зәр арқылы шығарылатын заттардың нормадан ауытқуы, қанда азоттық қалдықтардың жиналуы және бүйректің бөліп шығару қызметінің бұзылуы. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі 3 айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы. Бүйректің созылмалы ауруының салдарынан нефрондардың үдемелі бөлінуінің нәтижесінде несепнәр, креатинин, несеп қышқылы тәрізді уытты әсері бар азот қалдықтарының көбейіп кетуіне байланысты организммен зәр уланады немесе уремия дамиды. Бүйрек жетіспеушілігінің дамуында бүйрек қызметінің жай және жасырын науқасқа да білінбей бұзылуы ең маңызды кезеңі болып табылады. Заманауи әдістер жасырын кезеңді анықтап, клинистік дәрігерге профилактикалық және емдік бүйрек жетіспеушілігі терминалды кезеңінің дамуына кедергі жасайтын іс-шараларды қолдануға мүмкіндік береді. 90% нефронды жоғалтқанда бүйректің организмнің тіршілігін сақтап тұратын айтарлықтай резервтік мүмкіндігі болады. Бейімделу процесі қалған нефрондардың қызметінің күшеюімен және организмнің тұтас қайта құрылуымен жүзеге асады. Нефронның үдемелі жойылуында шумақтық сүзілудің жылдамдығы төмендейді. Тұзды сулы электролиттік тепе-теңдік бұзылады. Организмде метаболизм өнімінің іркілісі пайда болады. Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептері: бүйректік шумақтық аппаратының зақымдануы, Б немесе С вирусты гепатитінің 1 және 2 типті қант диабеті, буынның ұстамалы ауруы, безгек, созылмалы пиелонефрит дамуы мүмкін. Алғашқы кезеңде ауру белгілері байқалмайды. Тек 80-90% нефрондар жоғалтқанда әлсіздік, шаршау, никтурия, түнде жиі несеп шығару, несептің көп шығарылуы тәулігіне 2-4 литр несеп шығару, терінің қышуы. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің сипатты белгілерінің бірі анемия болып табылады. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі белгілерін анықтау үшін зертханада жалпы қан талдау, қанды биохимиялық талдау, несеп талдамасы, шумақтық сүзілу жылдамдығы, Реберг-Тареев сынамасы тәрізді зерттеулер жүргізіледі. Барлық зертханалық көрсеткіштердің ішінен Реберг-Тареев сынамасы бүйрек жетіспеушілігі дәрежесін анықтауда маңызды болып табылады. Себебі ол бүйрек қызметінің күйін сипаттайды. Бүйрек жетіспеушілігінің соңғы сатыларында толықтырушы ем, қан тазарту және пренаталдық диализ жүргізіледі. Гемодиализді жүргізетін адам организмінен қан жасанды бүйрек қондырғысы бағытталады. Бұл қондырғы әрдайым арнайы сұйықтықпен шайылып тұратын ішек мембранасы тәрізді шиыршық түседі. Бір емшараға 100-200-ге жуық диализдік сұйықтық қажет. Қан жіңішке шиыршық бойымен ағады да диализдік сұйықтыққа шайылатын қалдықтар түседі. Гемодиализдің алдында емделушінің қолындағы венаға жіңішке ине енгізіледі. Одан катетерді бойлай сорғының көмегімен қан 110 литрлік диализ дейтін ерітінді сиятын ыдысқа бекітілген диализаторға түседі. Диализатордың целлофан пластинасының арасынан өтіп, науқастың қан мембрана арқылы қарама-қарсы ағып келіп, келе жатқан диализ дейтін ерітіндімен жанасады. Диализатордан кейінгі қан өнімділікті өлшеуішке түседі де әрі қарай сүзгі және ауа тұтқыш арқылы катетер бойымен вена жүйесіне қайтады. Ағып кеткен диализдеуші сұйықтық стандарт барлық негізгі қан иондарына сәйкес концентрациядағы глюкозадан тұрады. Ерітінді автоматты түрде 38 градусқа дейін қыздырылады және pH көрсеткіш 7,4-ге дейін карбогенмен қанықтырады. Қондырғыны қосқаннан кейін қан ұйғыштығын және тромбо түзілуін төмендету үшін немесе алдын алу үшін
қан ағынына гепарин енгізеді. Гемодиализді ауру түріне және науқастың күйіне байланысты 4-12 сағат бойы жүргізеді. Гемодиализ қажеттілігін анықтауда жүйке жүйесінің, тыныс алу мүшелерінің, жүрек қан тамырлары жүйкелері қызметі және бауыр қызметін ескеру өте маңызды. Жасанды бүйрек кешенді терапияның маңызды тармақтарының бірі болып табылады. Ұзақ уақыт бойы толығымен бүйрек қызметін ауыстыра алмайды. Дегенмен біршама уақытқа дейін организмнің өмір сүру қабілетін жеткілікті деңгейде ұстап тұруға көмектеседі. Кейде бүйректі ауыстыру үшін жасалатын отаның алдында жасанды бүйректі сынап көреді. Перитонеалдық диализ хирургиялық жолмен жергілікті наркоз арқылы жүргізіледі. Аурудың құрсақ қуысына пластикалық катетер енгізіледі. Одан 1-2 литр глюкоза ерітіндісі, тұздар және басқа да қажетті заттар өткізіледі. Уақыт өткен сайын олар ұлпалармен бірігіп кетеді. Катетердің ығысып кетуі терінің зақымдануына әкелуі мүмкін, ал бұл инфекция жұқтыруға алып келеді. Өмірде жеке басы гигиенасының ережелерін сақтау бұл өте тиімді болып есептеледі. Диализдік әрекет құрсақ қуысының ішкі жағынан сүзгі ретінде болатын мембранамен жабыстырылғанына негізделген. Катетер арқылы диализ дейтін ерітінді ішперде қуысына түседі. Науқас қаны мен ерітінді арасында алмасу жүреді. Нәтижесінде зиянды заттар және судың артық мөлшері алынып тасталынады. Онда ерітінді бірнеше сағат болады, одан кейін төгіп тасталынады. Осылайша олар адам организмінің ұлпаларында қалады. Ескі диализдік сұйықтық жаңасымен ауыстыру процесі алмасу деп аталады. Оны күніне 4-5 рет қайталайды. Әрбір алмасу 20-30 минут уақыт алады. Бүйрек ауыстыру созылмалы бүйрек жетіспеушілігін жедел емдеудің жаңа әдісі. 15 жылдай уақыт бұрын барлық осындай ауруларды емдеуге мүмкіндік болмады. Клиникалық тәжірибеге бүйректі ауыстыру енгізілгеннен кейін өмір сүру мерзімі біршама уақытқа, 10-15 жылға және одан да көп жылдарға ұзартуға нақты мүмкіндіктер туды. Бүйректі алғаннан кейін алғашқы тәулікте трансплантациялау ең жақсы нәтиже көрсетеді. Бұзылудан сақтайтын ерітінді мен мүшені тұрақты пульсациялық шаюды жүзеге асыратын машинаға қосатын донор бүйрегін сақтау әдісі бар. Бұл әдіспен сақтау шығынды арттырады, бірақ трансплантация нәтижесінде жақсартуға мүмкіндік береді. Трансплантатты көбінесе мықын венасының орналасуына байланысты адамның мықын ойығына орнатады. Донордың қай бүйрегінің трансплантациялауға келетіндігіне байланысты оң немесе сол мықын тұсын таңдайды. Донордың сол бүйрегін оң мықын тұсына және керісінше айқас орналастырған дұрыс. Одан кейін артериялық бүйрек артериясын мықын артерияларымен, веналық бүйрек венасын мықын венасымен, несептік трансплантат несеп ағарын қабылдаушының қуығымен жалғау кезеңі басталады. Трансплантатты бүйрек венасы бұралмайтындай, артерия доға түзетіндей, ал несеп ағар иілмей еркін жататындай етіп орнатады. Ота жасаудың жалпылама қабылданған әдісі бүйректің гетеротопты трансплантациясы болып табылады. Реципиенттің бүйрегі орналасқан жерге бүйректі ортотопикалық трансплантациялау біршама қауіпті және гетеротоптыға қарағанда күрделі. Себебі бүйрек айналасындағы целлюлоза жұқпалы ауруларға өте сезімтал. Бүйректің бітесіп кетпеуі басты қауіп болып табылады. Сондықтан да науқасқа иммунитетті басуға және трансплантатты қабылдамай қоюдың алдын алуға көмектесетін иммуносупрессивті дәрі-дәрмек белгілейді. Бүйрек трансплантациясы өмір сапасын біршама жақсартатын радикал әдіс. Дегенмен бұл әдісті пайдаланғанда біршама қиындықтар туындайды. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдардың көбісінің денсаулықтарына зиян келтірмей өз мүшесін беруге қабілетті жас және денсаулығы мықты туыстары бола бермейді. Күту парағында тұрып көптеген адамдар күйзеліске тап болады.
Сондықтан да бүйрек трансплантациялаудағы мәселелердің бірі донор мүшелерінің жетіспеушілігі болып табылады. Дәл келетін донорды күту ұзақ процесс. Қазіргі кезде тіпті туыс емес тірі донордың бүйрегін ауыстырып салу кең таралуда. Бұл трансплантатты кірігіп кетуіне және өмірді біршама ұзартуға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар ота жасауды ыңғайлау уақытына жоспарлауға болады. Бұл жағдайда науқас қажетті мүшені ұзақ күтпейді. Гемодиализге жетпей бүйректі ауыстырып салуға мүмкіндік туады. Бұл сонымен қатар асқынуды көп болдырмайды. Келесі тағы бір қиындық – науқас трансплантатты өмір сүруге қабілеттін сақтау үшін айтарлықтай уытты иммунитетті тежеуші ем алуы және арнайы маманның бақылауында болуы тиіс. Кейбір дәрілер салмақтың артуы, минералсыздану тәрізді жағымсыз әсерлер беруі мүмкін. Сонымен қатар жұқпалы ауруларды жұқтыру қабілеті артады. Бүйрек трансплантациясы үшін көбінесе адамның жасы шектеулі болып табылады. Бұрын бүйрек ауыстыруды 15-45 жастағы реципиенттерге орындаған жөн деген көзқарас болды. Бірақ трансплантация жетістіктеріне байланысты бұл шектеу кеңейді. Дегенмен, жасы 55-тен асқан науқастарда бүйрек ауыстыру ми тамырларында ұйыған қан мөлшерінің артуы, миокард инфарктісі, диабет есебінен нәтиже төмен болатынын атап өткен жөн. Адам өзін толық жарамды диализ қондырғысына тәуелді емес сезінеді. Кейбір адамдар тез шешім қабылдайды, ал кейбіреулері оған ұзақ ойланады. Себебі ота жасатуға қорқады. Және одан кейінгі асқыну бұл қалыпты құбылыс. Бүйректі трансплантациялауға қатысты шешім қабылдағанда әртүрлі медициналық технологияға қол жеткізуге болатындығын ескере отырып, дұрыс және дұрыс емес жақтарын парасаттылықпен бағалау қажет. Бүйректі ауыстыруға арналған ота жоғары технологиялық медициналық көмек болып табылады. Оны қажет ететін ауруларға тегін жасату үшін әрбір аймаққа мемлекеттен қаржы бөлінеді. Біздің елімізде адам мүшелерін сатуға тыйым салынғанын айта кеткен жөн. Енді балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмалар. Организмнен зәр арқылы шығарылатын заттардың нормадан ауытқуы, қанда азотты қалдықтардың жиналуы және бүйректің бөліп шығару қызметінің бұзылуы, яғни бұл бүйрек жетіспеушілігі. Келесі тапсырма. Бүйректің созылмалы ауруының салдарынан нефрондардың үдемелі өрлеу нәтижесінде дамиды. 3 вариант берілген бізде, яғни бұл жерде тек бірінші және екіншісі. Келесі тапсырмаға назар аударатын болсақ, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі белгілерін анықтау үшін зертханада жүргізіледі. Бұл Рейберг-Тариф сынамасы. Балалар, келесі тапсырма. Уақыт өте келе бүйрек жетіспеушілігі үдеуінің салдарынан артады. Ауыздың кебуі мен күйік дәмінің пайда болуы, тәбеттің болмауы, құрсақ үстінің ауруы және ауырлауы, демігу, артериялық қысымның жоғарылауы. Яғни қарап отырсақ, бұл жерде барлық жауап дұрыс, яғни барлығы сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыпқа қорытынды жасайық. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ұзақ уақыт бойы өтеп, бүйрек тіндерінің қайтымсыз зақымдауына әкелетін ауыр патология. Ауруды ерте кезеңде анықтау, өмір салтын түзету, медикаментозды қолдау және диализ тәрізді әдістерді уақытын ұзартып, асқынуларды азайтады. Сондықтан созылмалы бүйрек жетіспеушілігін алдын алу бүйрек саулығын сақтаудың ең тиімді жолы. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі медициналық ғылым алдында тұрған маңызды мәселе. Оның тиімді алдын алу, ерте диагностика мен дұрыс емдеу шараларын меңгеру болашақ мамандардың міндеті. Науқасты жан-жақты қолдау нәтижелі терапияның негізгі бөлігі. Ал балалар үй жұмысына созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің себептері мен алдын алу жолдары тақырыбына шағын эссе жазамыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше балалар.